children's games too. 6-шы тапсырмаға қарайық. Listen, point and repeat. Then match. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Және де суреттермен сәйкестіріңіз. Біріншісі play board games. Play board games. Екінші juggle. Juggle. Үшінші do a jigsaw puzzle. Do a jigsaw puzzle. Төртінші play video games. Play video games. Бесінші go bowling. Go bowling. Алтыншы play chess. Play chess. Біріншісі үстел үстінде ойналатын ойындар. Яғни сис ретінде бірінші ойын түрі көрсетілген екен. Juggle. Фокус көрсету, жонглерлық жасау A суретінде көрсетілген, яғни A2 деп жазамыз. Do a jigsaw puzzle. Бас қатырғыштарды жинау, яғни бұл D суретінде көрсетілген, D-ға 3 деп жазамыз. Play video games. Видео ойындарын ойнау. Бұл F суретінде көрсетілген, яғни F-ке 4 деп жазамыз. Go bowling. Боулингқа бару. Бұл E суретінде көрсетілген, яғни E5 деп жазамыз. Және соңғысы play chess. Шахмат ойнау. Бұл B суретінде көрсетілген екен, яғни B-ге 6 деп жазамыз. 7-ші тапсырма read and choose. Оқыңыз және таңдаңыз. Бізге тест ретінде сұрақтар берілген және варианттар берілген. Оқып, дұрыс жауабын таңдайық. Біріншісі you need 2 people to do this. Бұны жасау үшін сізге 2 адам қажет. Juggle. Фокус көрсету. Play chess. Шахмат ойнау. Яғни шахмат ойнауда 2 адам қажет. B дұрыс екен. Екіншісі you put pieces together to make a complete picture. Сіз бөліктерді бірге қою арқылы бір толыққанды сурет жасайсыз. A. Play video games. Видео ойындарын ойнау. Екіншісі do a jigsaw puzzle. B дұрыс екен, өйткені біз бөліктерді жинау арқылы бір толыққанды сурет жасаймыз. Үшіншісі you need a ball to do this. Сізге бұл үшін доп қажет. Бірінші жауабы do a jigsaw puzzle. Екінші варианты go bowling. Бізге go bowling дұрыс керек екен, Jigsaw puzzle'да доп қажет емес. Төртіншісі clowns often do this. Клоундар әдетте бұны жасайды. Әрине бірінші нұсқасы дұрыс. Бесінші сұрақ you need a TV to do this. Сізге бұны жасау үшін теледидар қажет. A нұсқасы play a video games. Видео ойындарын ойнау. Және juggle. Фокус көрсету. Бірінші нұсқасы дұрыс екен, өйткені видео ойындарын ойнау үшін теледидар қажет. 8-ші тапсырма let's play. What does Mary do in her free time? Мэри әдетте өзінің бос кезінде не істейді? She plays board games. Ол үстел ойындарын ойнайды. Яғни бұл жерде жұптық жұмыс екен. Біреуіміз сұрақ қоямыз, екіншіміз сол сұраққа жауап береміз. 6-шы тапсырмадағы берілген суреттерге қарай отырып, сұрақ құрастырамыз екен. Мысал ретінде берілген келесі сұраққа да қарайық. What does Bob do in his free time? He juggles.
Боба әдетте өзінің бос кезінде не істейді? Ол фокус көрсетеді. Берілген сөйлемдерге қарайық. Every day is a busy day. Bob always walks the dog. He usually helps his sister with her homework. He sometimes tidies the living room. He never cooks a meal. What do you do every day? Бұл сөйлемдерде Бобтың әдетте күнделікті жасайтын іс-әрекеттері берілген екен. Яғни бұл сөйлемдер осы шақта present simple'да берілген. Бұл сөйлемдердің осы шақта берілгенін көрсететін көрсеткіш кілтті сөздер бар. Олар always, әрқашан, usually, әдетте, sometimes, кейде, never, ешқашан. Present simple, осы шақта біз етістіктің бірінші формасын немесе етістікке s жалғау арқылы қолданамыз. Мысалдарға қарайық. I play, мен ойнаймын. You play, сен ойнайсың. He, she, it plays, ол ойнайды. We play, біз ойнаймыз. You play, сендер ойнайсыңдар. They play, олар ойнайды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, I, you, we, they да біз етістіктің бірінші формасын қолданамыз. Тек қана he, she, it да ғана етістікке s жалғауын жалғаймыз. Болымсыз және сұраулы сөйлемдерге қарайтын болсақ, бізде осы шақта болымсыз сұраулы сөйлемдерде do, does көмекші етістіктері көмекке келеді. Болымсыз сөйлемдер I don't play, you don't play, we don't play, they don't play. Тек қана he, she, it-та біз does not play деп қолданады екенбіз. Сұраулы сөйлемдерде do I play, do you play, do we play, do they play. Тек қана he, she, it-та does қолданамыз. Яғни does he play, does she play, does it play. 9-шы тапсырма. Complete the questions, then answer them. Сұрақтарды толтырыңыз және сұрақтарға жауап беріңіз. Біріншісі, where do you live? I live in Almaty. Екінші сұрақ, who does Бауыржан Исламхан play for? He plays for Ордабасы. Үшіншісі, how often do you have an English lesson? I have an English lesson 3 times in a week. Төртінші, how many minutes does an ice hockey match last? An ice hockey match lasts 60 minutes. Және соңғы сұрағымыз, what kind of sports do you like? I like playing football, basketball. Бұл жай ғана сұрақтарға мысал ретінде берілген жауаптар, өзіңізге ыңғайлатып, ауыстырып жауап берсеңіз де болады. 10-шы тапсырма. What do they do every day? Match and say. Олар күнделікті не жасайды? Суреттермен берілген сөздерді сәйкестіріңіз және айтыңыз. Біріншісі, play board games. A. Gulnara. Gulnara usually plays board games. Екіншісі, juggle. E. Ayjan. Ayjan never juggles. Üçüncüsü, play chess. C. Olan.
Olan always plays chess. Dördüncü, do a jigsaw puzzle. B. Sultan. Sultan never does a jigsaw puzzle. Beşinci, go bowling. F. Berek. Berek sometimes goes bowling. Altıncı, play video games. D. Marjan. Marjan usually plays video games. Kelesi tapsırma. Over to you. What do you always, usually, sometimes, never do at the weekend? Tell your friend. Өзіңізге байланысты сіз әрқашан, әдетте, кейде, ешқашан демалыс күндері жасайтын іс-әрекеттеріңіз туралы жазып досыңызға айтыңыз. Мысал ретінде берілген сөйлемдерге қарайық. I always play chess at the weekend. I usually do a jigsaw puzzle. I sometimes play video games. I never go bowling. Бұл жай ғана мысалдар, өзіңізге байланысты осылай сөйлемдер жазсаңыз болады.